мектебіміздің атын республикаға асқақтатып, мақтанышпен оралып отырған ғылыми жобаның республикалық жеңімпазы, бірінші орын иегері 6-шы А сынып оқушысы, өз жетекшісі Нұрманова Гүлбахар апаймен бүгін біздің ортамызға қуанышпен оралып отыр. Біз бүгін мектебіміздің мақтанышы Останов Дастанды ортамызға қарсы аламыз. Ұстаздары менен ата-анасының және достарының қуаныштан жүрегін тебіренткен Дастан Останов ұлымыз, оқушымыз бүгін осындай қуанышпен ортаға оралып отыр. Әрқашан жеңістеріңіз құтты болсын. Ал енді мектебімізде үлкен мереке, яғни біздің оқушыларымыз, олар ауданды бағындырып, облысты бағындырып, республикаға барып атпасын деп, онда да үлкен жетістіктерді көрсетіп, бірінші орын деген үлкен марапатпен оралды. Сол марапатты алған біздің шәкірттерімізбен біз мектеп атынан, әкімшілік атынан рахметіміз айтып мақтанамыз. Үнемі осындай шәкіртіміз Дастан мен оның жетекшісі сонау Шуче қаласына барып, Астанаға, Сібір жаққа барып, үлкен жетістік көрсетіп, мектебімізді биіктерден майлы қаңтар аралға. Дастан, құттықтаймыз. Енді осындай үлкен жетістікке жетелеген біздің мектебіміздің ұстазы, ол Нұрманова Гүлбахар апайымыз болады, перне қызы. Ал Нұрманова Гүлбахар өркені өссін, бұдан былай да республиканы емес, халықаралық сайыстарда бағындарасын деген үмітпен, сені де бүгін үлкен жеңісіңмен құттықтаймыз. Ал енді саған мектеп дирекциясы атынан дайындалған үлкен сыйлықты қабыл кел ортаға. Оқушыларда білім сайысында қатарластарының орны болып, ғылыми жобалар қорғап жаңалық ашты. Енді республикалық кезеңде бірінші орынға